Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 1.06.2024 жыл Шымкент қаласы Асар мөлтек ауданындағы емхана. Әдеттегідей осы жерге келдік. 2 айлық нәресте ауырып қалғаны себепті. Қазір қабылдау бөліміне барып, дәрігерлердің не айтатынын видеоға түсіретін боламын. Себебі мына видеоға түсірмесем, мәселе дұрыс қаралмай жатыр. 18 мамыр күні келгенбіз жедел жәрдеммен. Бір апта қарап, дұрыс емдеместен емханадан шығарып жіберген. Мынау Асар емханасы. Қазір мына дәрігерлердің алдына барып түсіретін боламын. Қазір орталық бөлімі дейді. 2 айлық баланың жөтелінің күшейіп кетуіне байланысты осы видеоны жасап жатырмын. Бұл жерге жазып қойыпты, ескертіп береді. Қазір көреміз. Динамикалық бақылау бөлмесі. Кезек па? Қанша дәрігер қарап жатыр? Апай қанша дәрігер қарап жатыр? Бірақ дәрігер осы жағында адам бар. Салмасы камера түсіп. Салмасы ба? Болады түсіруге. Сотқа бересің бе? Скорый. Температурасы не берді. Не берді ме? Температурасы не берді ме? Қаз температурасы не болады? Балам бес. Қыз тұрып қарасаңшы температурасы. Температурасы жоқ. Мама тұрыңыз. Міне, сіз кім боласыз? Мен бекемін. Өзіңіз таныстырыңызшы. Байсалова Айгерім. Байсалова Айгерім аудио бейне жүргізіліп жатыр. Өткенде де больницада жатып, бір аптада емделмей, қайтадан шығарып жіберіп, екінші мәрте келіп жатырмыз. Қаланың арғы басынан бергі басына салпақтап. Қазір қараңыз, мынау түрмен жөтелді. Түрмен жөтелді. Сол үшін камера қосып түсіруге мәжбүр болды. Педиатр дәрігерге кіргіземіз. Педиатр дәрігерлеріміз байқап тұр, мына жерде адам кезегі көп екен. Неге бірақ дәрігер қарастырмаған? Жоқ, 2 дәрігер, бір дәрігер қазір отделение көтеріп бөлімшеге. Екінші науқасты көруге да, балалар. Неге кезек көп ана жерде? Есеппен кіріп жатыр пациенттер. Неге мына жер жауып тастады? Температура өлшей ма? Температурасını өлшейді, сатурациясын өлшейді. Мен қазір нақты дәрігермен көріп сөйлесіп кетуім керекпін да бірден.
Ya, sok salonda. Ağrısı yok, telefon bu arada masaya bakıyorum. Дәрігер өзіңіз таныстырасыз ба? Abi bir derlerimiz medstram. Медсестра таныстырыңызшы өзіңіз. Есімін нақты бақытжан болды, аудиобейне жүргізіп жатыр. Айтыңызшы, есіміңіз кім сіздің? Familiyam Bes, men medstram. Қазір көп дәрігер айтмаған. Төртінші болса дәрігер көреді. Енді қараңыз, мына жерде неге мына мемлекеттік қазақ тілінде жазылмаған мына жерде қазақтардың бәрі? Кім жауапты бұл жерге? Ағай неге камераға түсірді? Мен түсіріп тұрмын қазір, себебі мына жерде заң бұзушылықтар орын алып отырмын. Мына жердің бәріне заң бұзушылық. Ертең менен фиксация сұрайды, қайда дәлеліңіз деп. Мен осыны көрсетуім керек. Кім ана заведующий врач шақырыңызшы маған? Кім жауапты? Дежурный ма, білмеймін, үлкен врачтар шақырыңыз маған. Сіздер не камерадан қорқасыздар барлықтарыңыз? Түсіруге болмайды. Кім айтты болмайды деп? Бүкіл жердің бәрі орыс тілінде жазылып тұр. Мына жерде мемлекеттік қазақ тілінде жазылмаған көрнекі ақпараттар. Мына жерде де жазылмаған көрнекі ақпараттар мемлекеттік қазақ тілінде. Қазір осыны дәрігерден сұрайтын боламыз. Burada 2 adam кезекте тұр екен. 2 адам кезекте тұр екен. Қазір үлкен дәрігерлерді шақырдым. Мынау мемлекеттік қазақ тілі бұл жерде де бұзылған екен. Сол туралы түсірдім қазір. Фиксация видеоға қазір. Егер ұзақ болып кететін болса, видеоны бөлетін боламын. Себебі мына жерде кезек болып тұр. Дәрігерлер кезек. 2 дәрігер дейді, біреуі жоқ. Бір-ақ адам қарап жатыр. Бізге сапалы медициналық көмек көрсетілу керек. Шымкент қаласы мегаполис болды. Мынау қаланың арғы басынан келдік. 16-шы микрорайон дейді. 16-шы мөлтек ауданнан Асарға келдік. Арасы қанша километр, жаңа пробкамен жүріп келдік. Осы Шымкент мегаполисінің денсаулық сақтау министрлігі осыны назарына алса, қазақ тілі мәселесін, емхананың ішіндегі жолдың тарлығының мәселесін, одан кейін емханаға мынау қаншама халық келіп жатыр. Басқа жерден емхана ашылу бойынша. Саламатсыз ба? Есімім Нақып Бақытжан, аудиобейне жүргізіп жатыр, ескертеймін сізге. Мен 2 айлық балам, 2-ші марта келіп жатырмыз. Өткенде 1 апта жатып кетті. Өте қатты жөтеліп жатыр. Түнгі сағат 2-ден таңғы 6-ға дейін ұйықтаған жоқпыз. Жылап, мазасызданып. Өзіңіз таныстыра кетесіз ба? Kameranı өшіріңіз. Камераны өшірмеймін, камераға болады түсіруге. Онда сізге ақыңыз жоқ қой сізді. Неге? Жоқ, өшірсеңізші, болмайды ғой асылы. Сіз өзіңіз таныстырыңызшы, сосын мен... Беков Айнұр Юлдашбековна. Жақсы, кейін мен сотқа бере берсеңіз болады. Мен сізді қызметтік бабында өзім денсаулығым, баланың денсаулығы бойынша түсіріп жатырмын қазір. Рентгенге қашан түсірдіңіз? Біз бүгін суббота ма? Өткен суббота. Анда ғой, енді осмотр жасап жатыр ғой, түсірдіңіз. Жасай беріңіз, мен сізге кедергі жасап жатқан жоқ. Жасай беріңіз. Біз бір апта болды больницада шыққанымызға. Бір апта больницада жаттық. Бізде ма? Ана, бір этаж
этажда. Көлмеден келген. Аха. Сол жақта жаттық. Аха. Бірақ та жаттық. Анау не бар ғой, антибиотик цифрация. Сигурация. Екі көбіктен бірақ та қабылдадық. Азында кешке Аха. ингаляция қабылдадық. Немен? Пульмикортпен ба? Пулемет корт емес, мынандай бір баночкада. Сіздерде база бар ма, жоқ па? Базадан қарамайсыз ба? Біздің қолымызға ешқандай қағаз бермейді. Барлығын неге ауызша сұрайсыздар? Бізде қашан сапалы медицина көрсетеді бізге қызмет. Базаны ашыңыз да қараңыз. Бізге қандай не көрсетті, қандай диагноз қойылды. Өпкесін Сол кірген кезде алған. Қабылдап жатқан кезде. не деді? Жоқ, сіздер сонда ауызша жүргізесіздер ме бәрін? Анасы жаңа жедел жәрдемге де түсіндірді осының бәрін. Енді сізге түсіндіру керек. Өткенде ар жақтағы Анамыз заболел, қазір базадан көріңіздер. Бірінші ашып қараңыз базаны. Қақырық шығармайды олар, қиналады. Таңғы 6-ға дейін ұйқы болмады осы баламен. Мамасы. Несін берші, метрикасын берші. Жоқ, барып тіркелгенмін. Барма тіркелген. Просто қағаз бермейді да, мына не система жасап қойған, мен зірафты мен соған таң қалып жатырмын да. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Түсіруге болмайды ғой. Есім Нақып Бақчан, өзіңіз таныстырыңыз, кім боласыз? Қалдыбаев Ерболат, бұл жердің ағыланы. Куәлігіңіз көрсетіңіз. Куәлікті басамақтан Куәлігіңіз көрсетіңіз аға. жоқ, үйде алып кеткен де куәлік. Неге қалып кетеді ол? Мен ұмытып кеттім, көлік болғанда соның ішінде қалғанда. Аудио бейне жүргізіліп жатыр, ескертіп жатырмын сізге. Дауысын жай қойыңыз, аудио бейне жүргізіліп жатыр, ескертемін сізге. Мынау қандай компания сізде? Security. Two Group компания Atres Security дейді. Неге сіздер қызметтік куәліктеріңізді алып жүрмейсіздер? Мен алып жүремін ғой. Қалып кеткенде жинағына жуған кезде Дұрыс. қалып кетті. Қызметтік куәлігіңіз болмаса, сіз қазір мен қалай менімен сөйлесесіз? Бар ғой. Мен өзіңіз таныстыруыңыз керек, куәлігіңіз көрсетуіңіз керек. Енді қазір болмайды ғой. Арақ бар куәлік. Мен қазір үлкен жауапты қызметкерді шақырдым осы жерге. Мен күзетші шақырған жоқпын. Сізді кім шақырды? Жерде бастық шығар. Кім шақырды? Бастық не үшін шақырды? Бастықтың Бастықтың аты жөнін айтыңыз. Қазір келеді. Аты жөнін айтыңыз бастықтың. Ағасы аты жөнін айтыңыз. Аты жөнінде өз келеді қазір. Өз кесе онда сіз бара беріңіз. Маған кедергі жасамаңыз. Ана сатсыңдар ма, анасы? Ассалаумағалейкум. Есім Нақып Бақчан, аудио бейне жүргізіп жатыр. Кім боласыз? Дауысын жай қойыңыз. Кім? Нұрсұлтан Ілесхан. Нұрсұлтан Ілесхан. Маған жұмыс істеуге кезерді келтіріп алсыз, ағайын басқалар. Аға шығып кетіңіз, кедергі жасамаңыз. Жоқ, сіз Мен кедергі жасап жатқан жоқпын. не үшін аласыз? Мен айтып жатырмын, өзімнің құқығымды қорғау мақсатында. Мен сіздерге алдын емделіп кеттім. Мынау емдеместен шығарып жіберген больницадан. Емделместен шығарып емес папасы. Бұл жерде қазір сондай жөтел жүріп жатыр. Өкпесі таза баланы. Пневмониясы жоқ балада. Жоқ, судорога ұстап қалса не болады мынау балам? Жоқ, андай приступообразный жөтел жүріп жатыр қазір. Мен не істейміз бұны? Диагнозын қою керек қой мына балам.
бұндай пристивообразный жүйкелді инфекционный больницаға барып емделеді. Түсініңіз бе, ол кесілі Енді біз соны фиксация жасауымыз керек. Ертең айтуымыз керек. Мен дәлелің қайда деп сұрайды. Ертең вдруг сот болып қалса. Мен айтамын, міне дәлелдер бар деп айтамын сол кезде. Неге сіз мен құқығымды шектеп отырсыз? жоқ, мені ауылда Сіз қызметтесіз ғой. маған кедергі келтіріп Қызметтесіз. қазір рентген шығарғандай қыламын. мына біздің құлағы Жүр, қазір рентген дайын болғанша шыға тұрайық. Рентген дайын болғанша шыға тұрайық. Мына өздері кішігірім провокация жасап жатыр. Анау күзетшіні шақырған екен, бірақ күзетшілері өздерінің сөздеріне өздері жауап бере алмайды. Қазір мынау несі дайын болсын. Рентгенге түсірді ма? Рентгеннің қағазын көрмекші ма? Жақсы, қазір рентгеннің қағазын көреді. Қазір мына бейнені өшірем, қазір тағы да қосатын боламын.